Екі допты шкафтың 5 сөресіне орналастыруға көмектесші. Шкафтың әр сөресіне доптарды біткенше бір-бірден қоя беру керек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бір сөреде неше доптан болды? Дұрыс, 2. Доптардың барлығын қойдық па? Жоқ, бәрін емес. 2 доп қалып қойды. Бұл қалған 2 доп қалдық. 12-ні 5-ке қалай бөлдік? Қара. 12-нің 5-ке бөлінбейтінін білеміз. 5-тің көбейту кестесінен 5-ке бөлінетін үлкен санды іздейміз. Дұрыс, бұл сан 10. 10-ды 5-ке бөлсек, 2 шығады. Біз 10-ды бөлдік. Бізге 12-ні бөлу керек. 12-ден 10-ды азайтсақ, тең болады 2. Ендеше 2 қалдық. Жазамыз. 12 бөлу 5 тең болады 2. Қалдық 2. Есіңде болсын, қалдық әрқашанда бөлгіштен кіші болады. Тексереміз. Қалдық 2 бөлгіштен кем. Дұрыс. Тексеруді орындайық. Көбейту амалы бөлу амалына кері амал. Бөліндінің мәні 2-ні бөлгіш 5-ке көбейтсек, тең болады 10. 10-ға 2 қалдықты қосамыз. Тең 12.